Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза Тоқсанбаева. Бүгін сіздерге сүндет тойға арналған ерекше шақыру жасап үйрететін боламын. Қараңыздар, осындай бас өстіп басталады ат шауып баратады үстінде. Осыны жасап үйрететін боламыз сіздерге. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші капкатқа кіреміз. Капкатқа кіргеннен кейін новый проектті таңдаймыз. Сөйтіп галереяға кіріп, біз бірінші жаңа фондарымызды, шаблондарымызды таңдап аламыз. Менде бәрі дайын тұр. Осы алдына қоятын шаблон, ат шауып баратқан соны қоямын. Одан кейін артқы фон сері шаблон, соны қоямын артына. Және де ортасына переходты басамын. Ортасындағы переход таңдайтын боламын қазір. Міндетті түрде таңдаңыздар. Сөзі әдемі переход болып бір-біріне жаңағы басталатын болады. Мына жерде таңдап жатырмын. Мен микс деген таңдадым. Және де скоростьті көбейтіп қойсаңыздар болады. Кішкене ұзақтау қылып өздеріңіздің қалауыңызша. Мен осы скоростьті қоя салдым. Просто наглядно сіздерге көрсету үшін, Переход уже түсінікті, Енді келесі наложениені таңдаймыз. Добавить наложение дейміз. Біз осылай атты лошадь на зеленом фоне деп ютубтан тауып аламыз. Ютубта бар бұны шаблонын сақтап аламыз телефондарыңызға. Енді наложениемен осыны қоямыз. Енді вырезка дегенге кіреміз. Вырезкаға кіргеннен кейін пипетканы таңдаймыз да, зеленый фонға апарамыз, жасыл фонға. Одан кейін интенсивность дегенге кіреміз да, интенсивностьті 100-ге қоямыз. Өзін сақтап аламыз. Неке осылай атымыз шауып баратады, бірге фонның бетінде кетіп баратқан сияқты. Енді бұл жерде мен эффект таңдаймын қазір. Смешать дегенге кіресіздер. Осы жерде неше түрлі эффекттер тұрады. Наған таңдасаңыздар, андай цветі өзгереді, әдемі эффект береді. Фильтр деген әппақ болады, фонмен бірдей болады кішкене. Неше түрінің бәрін қарап шығыңыздар, неше түрлісі бар. Кішкене аттың цветі өзгереді, более әдемі болады. Мен, например, на высветление соны таңдадым. Маған сол ұнады. Сөзіп цветі кішкене өзгеріп, әппақ болды ма, сонда ерекше болып кетті. Өздеріңізге ұнаған таңдап жасап қойсаңыздар болады. Және де менің атым эффекті мына жаққа қарай шауып баратқан болатын. Ол үшін изменить деген кнопканы басамыз, одан кейін отразить дегенді бассаңыздар, направлениесі өзгереді, аттың шап баратқан, мына жаққа қарай қойдым. Мен өзіңіз білесіздер, қай жаққа қаратсаңыздар, мына жаққа, ол жаққа болсын, сол жаққа болсын, мен мына жаққа қараттым. Және де фильтр таңдап, эффектін өзгерттім. Все, біздің шаблонымыз дайын болды, шақыруымыз. Енді текст жазып, музыкасын қоя берсеңіздер болады. Еще мына жерде ат, например, қысқа, атпен шақыруымыз жалпы 30 секунд болып тұр. Оны үлкейту үшін, ұзарту үшін просто копировать етесіздер. Мінеке аттың үстін басып, копировать деген кнопкаға барып, копировать деп копиясын жасайсыздар. Болды, сол кезде шаблоныңыз қанша секундқа жасағыңыз келеді, 1 минут болсын, 40 секунд болсын, өзіңіздің қалауыңызша жасай бересіздер. Егер 45 секунд болатын болса, бірақ сіздің шаблоныңыз 1 минутқа дейін барып тұрса, онда просто обрезка жасап қиып тастайсыздар, тым қиындығы жоқ. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.